Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте дәмді айранмен осындай аладушки пісіреміз. Жұмыртқамызды салып, тұзымызды, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне айранымызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды саламыз. Араластырып, жақсылап. Үстіне содамызды саламыз. Соданы салғаннан кейін 10 минутқа қойып қоямыз, жақсылап араластырғаннан кейін. Сосын тиіспейміз. Осы бетте бірден аламыз да қасықтың көмегімен қызып тұрған майға саламыз. Жұқалау қылып алыңыздар. Менде мына жерде кішкене қалың болып кетті. Өйткені мен асығыс болдым. Қасықтың көмегімен саластар, екінші қасықпен осылай түсіресіздер. Мінекейіңіздер. Өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер, маған лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар. Рахмет. Кездескенше.